Виталий Бернацкий, Муртаз Кашгалеев, Павлодар Open. D4 AT6, C4 E6, AC3 D5, Вәзір гамбиті, CD7, айырбастау варианты, піл G5 C6, E3 піл E7, піл D3 және піл G4. Әрине мына пілдің мәселесін шешуге тырыс керек, өйткені сарбаздардың басым бөлігі ақ түсте орналасқан. Ат G2, піл H5, енді болашақта G6-ға келеді деген ойдамын. F3. Бұл өте жауапты шешімдердің бірі, өйткені болашақта E3 деген тор әлсіз болуы мүмкін. Сарбаздар артқа қарай шегінбейді. Ат B D7, ат G3, енді мына пілге шабуы жасау, піл G6 және H4. Тағы бір түсініксіз шешімдердің бірі Виталий Бернацкийдің неге бұлай істеген түсініксіз. Ат F8, ат C2, ат E6. Мына пілдің мәселесін шешу, өткені бұл піл деген қарсыласқа енді Муртаз Муратұлына ұнамай тұр. Ат F5, бұл енді атақты Каспаровтың сүйікті аттарының бірі. H6, ат E7, қомағайлар қатарына кірді, вәзір E7 және піл F6, вәзір F6. Патша F2. Әрине H4 және E3 деген торлар деген дұрыс емес. Ертеме кеш бос үшін жауап береді деген ойдамын. H5, піл G6, вәзір G6, вәзір B3. Сарбазға шабуыл жасап тұр. Бірақ Муртаз Муратұлына қызық емес. Рокировка тура C1 және тура B8. Енді мынаны қорғау керек. Әрине G3, тура E8 жартылай ашық жолға орналастырды және болашақта міндетті түрде E3-тегі сарбазға қысым көрсетіледі. Ат F4. Жедік. Енді байқасаңыздар, мына патшаның жағдайы онша емес, себебі G жолы ашық, H4-тегі сарбазды қорғау керек. Тура E7 біріншіден мынаны қорғау, екіншіден батарея құруға мүмкіндік алу. Тура CG1, вәзір F6 және тура G5. Әрине мына H4-тегі сарбазын барынша көрсетпеуге тырысады. Тура B E8, тура E1 және C5. Егерде қарсыластың патшасы рокировка жасамаса, онда орталықты қопаруға тырысу керек. Бұл бұрыннан белгілі қағида. DC және D4. Өйткені сарбаздарды аяудың қажет жоқ, өйткені бастапқыда мына патшаның түбіне жету. E4 және вәзір F4 осымен жағдай қиындап кетті. Мынандай іс-әрекет бар, мынандай іс-әрекет бар, мынандай іс-әрекет бар деген сияқты. Және мына сарбазда өтетін сарбаз болып кетті. Вәзір D5 және вәзір H4 шах. Басқа да мүмкіндіктер болды, бірақ вәзір H4 шах. Бұлай және тура D7. Мынандай өте қызық шешім. Әзірше қаралардың басымдығы өте үлкен емес, бірақ түсініксіз шешім, неге тура G7 деп жүргені түсініксіз. Мысалы H5 бұлай және осындай позицияны ойнауға мүмкіндік болды. Бірақ ойлаған шығар, мүмкін қартайған Муртаз Муратұлын ұтып алам деп. Патша G7, вәзір D7 және E1 және вәзір E8. Вәзірмен болатын эншпилде сіздер білесіздер, 3 қағида бар. Біріншісі құтылмайтын шақты болдырмау, екіншісі әрине өтетін сарбазды ұйымдастыру, және үшіншісі ол құтылмайтын шақ, және соңғысы вәзір бүкіл сарбаздарды қорғау керек. D2 шақ, қомағайлар қатарына кірдік. Енді патша F1, патша F4, біріншіден мынаны қорғау керек, мынаны қорғау керек деген сияқты, және мына жерге қысым көрсету керек. Патша F2, шах, D3. Енді мына өтетін сарбаз бізге көмектесу керек. Мына негізгі орталықтағы торды бақылауда ұстап тұр. Вәзір D8, шах және вәзір F3 бәрігі ұстап тұр. Мынаны да мына жерде шах аса ешкімді қызықтырмайды. Вәзір G5, патша H7, D5, H4 және осымен ойын аяқталды. Өйткені мынандай іс-әрекеттен кейін және қорғану мүмкін емес. Керемет. Виталий Бернацкий, естеріңізге сала кетейін, Өскемен Open'ның жеңімпазы.